Математика пәні тақырыбы санды және әріпті өрнектер. Бүгін санды және әріпті өрнектерді түрлендіресің. Әріптердің берілген мәнінде бірнеше айнымалысы бар өрнектердің мәнін табуды үйренесің. Қайталау. Дәптерді ашып бүгінгі күнді жаз. Көркем жазу керек екенін ұмытпа. 29 беттегі номер 3 есепті шығар. Жаңа сабақ. Бірнеше айнымалысы бар есептерді шығара аласың. Балалар, біз бүгін айнымалы деген сөзбен танысамыз. Айнымалы дегеніміз әртүрлі мәндер қабылдай алатын шама. Бірнеше айнымалысы бар өрнектерді де ықшамдауға болады. Содан кейін әріптердің берілген мәнінде өрнектің мәнін табу керек. Осы бірнеше айнымалысы бар өрнектерді түрлендіріп және әріптің берілген мәнінде өрнектерді есептеуге арналған қазір бірнеше мысал көрсетемін. Бірінші мысал. 100 қосу 320 қосу А жақшаның ішінде қосу X. Бұнда бізде берілген А және X латын әріптері. Мұндағы А әрпінің орнына 50 санын, X әрпінің орнына 40 санын қою қажет. Есепті шығарамыз. 100 қосу жақшаның ішінде 320 қосу 50, жақша жабылады қосу 40, тең 510. Екінші мысал. 100 А қосу 55X азайту 8B. Мұндағы А-ның орнына 5 санын, X-тің орнына 10 санын, B-дің орнына 20 санын. Яғни есепті шығарамыз. 100 көбейту 5, қосу 55 көбейту 10, азайту 8 көбейту 20. Мәні 890. Оқушылар, енді келесі кезекте біз мен көрсеткен мысалдарға ұқсас тапсырмалар орындайсыңдар. Кітаптың 29 бетіндегі номер 4 есеп және 30 бетіндегі номер 5 есепті шығарып көрсет.